Good day, dear pupils. Құрметті оқушылар, бүгін біз 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанның 2-ші бжб-сын талдамақшымыз. Бұл яғни кітап бойынша, Excel бойынша 4-ші бөлім The World of Work. Яғни бұл жұмыс әлемі немесе мамандық, иә? Бұндай тақырыпты өтіп жатырмыз. Оған арналған бөлім бойынша жиынтық. The first reading. Бірінші оқылым. Read about Tim's normal day and then answer yes or no for each question. Тимнің күнделікті, яғни бір күннен үзінді, оны оқып, біз мына сұрақтарға я жоқ деп жауап беруіміз керек. Енді текстті оқып отырып алайық. Every day Tim wakes up at 5:30 when his alarm clock rings. He gets up and then goes to the bathroom. After that, he makes breakfast for him and his wife, Betty. Tim is a train driver and he wears a uniform. Күнде Тим оянады 5:30-да, яғни оның будильнигі шырылдаған кезде. Ол тұрады және жуынатын бөлмеге барады. Одан кейін ол өзіне және әйелі Беттиге таңғаш жасайды. Тим поезд айдайды және ол формасын киеді. Tim starts work at 7 o'clock and drives trains on the London Underground. Тимнің жұмысы 7-те басталады және ол Лондон метросының поездын айдайды. He usually works in the mornings from Monday to Friday. Яғни ол әдетте дүйсенбіден жұмаға дейін таңертең жұмыс істейді. At noon, he stops work for half an hour to have his lunch. Ал кешкісін, яғни 1,5 сағатқа, кешірім сұраймын, түсте, яғни, at noon. Түсте, түскі асын ішіп алу үшін 1,5 сағат бұл іште кетеді. He eats cheese and tomato sandwiches, which Betty makes for him, and drinks a bottle of milk. Яғни ол сыр және помидор сэндвичін, яғни оған Бетти әйел дайындап берген, сол сэндвичі жейді. Және де бір, қалай айтамыз, бутылка сүт ішеді. After lunch, he works until 4 o'clock and then he goes home. Түскі астан кейін 4-ке дейін жұмыс істейді, яғни сосын үйіне қайтады. In the evening, he plays with his baby son Ben and watches TV with Betty. Кешкісін ол өзінің, яғни бөпесі Бенмен ойнайды және Беттимен бірге телевизор көреді. At 10:30, they all go to bed because they are very tired and because they get up so early in the morning. 10:30-да олар, яғни ұйықтайды, себебі олар шаршады және себебі олар азанда ерте тұрады дейді. Енді сұрақтарға қарайық. Does Tim wake up before his alarm clock rings? Яғни ол будильнигі шырылдайым дегенше ояна ма дегенге бұл жерге no дейміз, яғни жоқ дейміз. Ол шырылдағаннан кейін тұрады. Is Tim married? Яғни бұл үйленген ба деген. Себебі оның әйелі бар. Does Tim drive a car to his job? Яғни ол машинамен барады ма дейді. Машинамен баратыны туралы точно айтпаған, сондықтан no дейміз. 30 minutes for a lunch break. Яғни оған 30 минут кетеді ма тамағын ішуге. No. Оған 1,5 сағат кетеді деп айттық. Does Tim finish work late in the evening? Яғни ол кешке дейін жұмыс істей ма? Жоқ, ол түске дейін жұмыс істейді. Неге жазып алдық? Осымен бірінші тапсырмамыз аяқталды. Екінші тапсырмаға көшейік. Writing. Describe the pictures, write short sentences. Яғни беріліп тұрған мамандықты, немесе суреттерді сипаттау керек және мұнай қысқаша жазу керек. Бірінші үлгі беріп тұр. Tailor, яғни тігінші. He's a tailor, he sews the costume. He's a tailor, яғни біз ұл болса, ұл болғандықтан he деп айтып тұрмыз, ер адам болғандықтан.
ол тігінші, ол яғни костюмдерді тігеді. Енді біз мынаған жазуымыз керек. Ол аспазшы, яғни ол тамақ жасайды деп, иә? Оны негізі дұрыс жауабында былай беріпті. He is a cook, he cooks meals. Аспазшы, cook деген. Ол тамақ пісіреді. She is a singer, she sings songs. Ол қыз, яғни әнші, ол ән айтады. He is a waiter, яғни официант бұл жерде. He serves in a restaurant, яғни ресторанда қызмет жасайды. He is a vet, he treats animals. Яғни vet дегеніміз ветеринардың қысқартылғаны, ол яғни малдәрігер, ол малды, яғни жануарларды емдейді. He is a painter, he paints a picture. Ол суретші, яғни ол сурет салады. Енді бұл шетте дәл бәрінікі бірдей болмау үшін, яғни басқаша жазсақ та болады. He is a cook қалдырамыз. Ол не істейді деген әркімде мысалы әртүрлі болу керек десек, he makes meal деп. Яғни біз cook-тың орнына make-ті алсақ болады. He is a singer, she sings songs. Енді ол ән айтады. Бұл бәрінде бірдей болса болады. He serves in a restaurant. Ресторанты немесе кафе деп алсаңдар болады. Кафеде. He is a vet, he treats animals. Немесе ол қарайды деп алсақ болады жануарларға. He looks after animals. Яғни жануарларға қарау біледі. He is a painter, he paints a picture. Сурет салады. He paints portrait десек болады. Portraits немесе. Яғни ол портрет салады. Сонда бастапқы 5 сұраққа сендерге 5 балл қояды. Осы 5 суретті сипаттаған үшін 5 балл, барлығы 10. Егер түсінбей алған жерлерің болса, комментарийға жазсаңдар, міндетті түрде жауап беремін. Және ұсыныстарың болса да, осы каналға тіркелуді ұмытпаңдар, алда тәжірибе шығаратын. Okay, goodbye, good luck to you. Сау болыңдар, сәттілік сендерге, оқушылар.